Ассалаумағалейкум. Миллиондаған адам сұраған. Қалай тамақтану керек? Қанша мезгіл тамақтану керек, чтобы мақсатымызға жету үшін? Жігіттер осы сұрақтың жауабын білгісі келеді. Мен сендердің бұл сұрақтарына жауап бере алмаймын. Себебі мен пока сендердің мақсаттарыңды білмейінше. Сендерге азу керек па, әлде салмақ қосу керек па? Бізге қоғам айтады, 3 мезгіл тамақтану керек дейді. Азанда, түсте, кешкісін. Неге бізге бұлай айтады? Себебі экономикада, бизнесте миллиондаған ресторандар бар, миллиондаған кафелер бар. Осылардың бизнесін жүргізу керек. Бізге осы рекламаны тығады бізге. Азанда тойып тамақтану керек дейді. Бұл денежный поток. Біз денежный потоктан құл болмауымыз керек. Біз бұлардан ақылды болуымыз керек. Біз ойлануымыз керек. Бізде калория былай жұмыс жасайды. Біз калория распорядок дня ондай білмейді. Қанша мезгіл тамақтану керек калория. Калория айтады, так, менде осыншама энергия бар, саған керек па дейді. Керек болмаса, давай мен мына жерде ұйықтай тұрамын. Осылай. Бізге фитнес-блогерлар болмаса рекламада айтады, осыншама мезгіл тамақтану қажет деп. Біз әрбір тыңдаған нәрсені шындыққа жаналай беруге болмайды ғой. Ең басты принцип, ұсыныс болса, сұраныс болса, ұсыныс та болады. Ал сұраныс қай кезде пайда болады? Сұраныс тренировка барысында, тренировкадан кейін. Яғни ол тамақ сұрайды бізден. Ұсыныс істеп отқанымыз тамақ. Біз тамақ ұсынамыз оған. Бізге айтады, так, 6 мезгіл тамақтану керек, 5 мезгіл тамақтану керек, салмақ қосу үшін дейді. Неге? Егер де сен таң сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін офисте отыратын болсаң, сен энергия құртпайсың. Сен наоборот керісінше жер жинайсың, салмақ жинаған күннің өзінде сен май жинайсың сен. Себебі сенің энергияң тұрады, ол жаңағындай калория бір жерде запаста ұйықтап жатады, сөйтеді, барады керек емес жерлерге. Бізге керек емес жерлерге қарынға барады, бетімізге барады, табақты қоямыз одан кейін. Ал егерде түсінуге болады, егерде бір адам жаңағындай азанда пробежка тренировка жасайды, и так обедке дейін жұмыс андай жүгіріп жүреді, обедте тамақтанып алады, обедтен кейін жаттығу жасайды, тренировка жасайды, тренировкадан кейін тағы да бір-екі делалар қаланың ішінде жүреді, ары бері движение деп поток сондайда. Ол уже оған түсінікті, уже энергия көп қажет етеді, 5-6 мезгіл оған норма. Оның жеген тамақтар бараттан май болмайды, ол наоборот топливо, бензин болады. Оған энергия беріп отыратын болады. Яғни біз качаться еткен кезде, біз тренировка жасаған кезде, біз опалка құрамыз. Яғни үйдің опалкасын құрамыз. И тренировкадан кейінгі біз демалу арқылы біз мышцы строить етеміз. Үлкен объем мышцы строить етеміз. Және осыған осы питанияны қосатын болсақ, біз керемет результаттарға қол жеткіземіз. Так. Ал егерде салмақ қосқымыз келеді, 6 мезгіл тамақ жей беретін болсақ, күніге аузымызға тыға береміз. Істеген тренировкаларымызге барады, базар жоқ, микротравмалар жалғайды, метаболизм жүреді, зат алмасады. И қалған тамақтар не істейді? Қалған тамақтар барады да ұйықтайды, жатады бір жерде. И ол барады да майға жыр қайналады, энергия құрмайды. Адамдар сөйтіп артық салмақ жинайды, и сосын семіреді, и сосын жүреді, сосын қалай салмақ тастасам болады, болмайды. Мен айтқан жаңағы бодибилдер 6 мезгіл, 5 мезгіл тамақтан деді ғой, болмады ғой. Сосын тренировка істейін деп отқан кезде ішін ауырып қалады, жаңағындай жеген тамақтардың ішінде ауырып жүреді, и сосын туалетке барып кетесің, тышасың, тренировка уақытынан айырыласың, одан жүресің. Мен сонда маған айтқан бодибилдердің айтқан тағамдар сонда зиян ба? 6 мезгіл, 5 мезгіл, и сен сөйтіп жеңілесің, сосын тренировканы тастап кетесің вообще, сосын зиян деп жүресің одан кейін. А бізге бұл керек пе? Так сонда қай кезде тамақтану керек? Тренировкадан кейін біздің организм губка сияқты болады. Губка, например, суға тықасың ғой, суға тыққан кезде любой нәрсені сіңіріп алады, дұрыс па? Судың бәрін сіңіріп алады. Бірақ оны суға қанша тықсаң да бүкіл суды суырып алмайды, дұрыс па? Біздің организм сол сияқты, біз қанша организмге тыға береміз, тамақ тыға береміз, ол өзіне артық керек нәрсе алмайды басқа. Яғни біз после тренировки сухая губка сияқтымыз. Біз не жейміз, не ішеміз, бәрі бірден барады да организмге сіңеді, метаболизм, микротравмалар жалғайды. А после тренировка қандай тамақтар ішу керек? Жидкий, быстро усвояемый. Яғни бізге тезірек жету керек. 30-45 минуттан кейін метаболизм жүреді. Бізге тезірек сол жерге жету керек, чтобы организміміз жаңағы микротравмалар алған жерді жалғау үшін жеткіз керек бізге. Міне осы идеальный ойлау қабілет уже біз дана ойлаймыз. Біз әрбір айтқан адамның тыңдаған нәрсесін ала бермейміз. Бүйтіп жасау керек екен деп. Біз уже өзіміздің үкіміміз бар, өзіміздің ойлау қабілетіміз бар. Біз уже өзіміз қорытынды жасаймыз. Бізге не керек, не ішу керек, және қандай мөлшерде. Біз әркім тыңдай бермейміз. Салмақтасу керек. Мен не істеймін? Мен тұрамын да тамақ мөлшерін азайтамын. Мен углевод нелер ысыртсаң, азында ғана қолданамын, қалған белок. И уже аз мөлшерде мен аз калорияда тамақтанамын. И чтобы мен жаңа энергия сұраған кезде энергиям
мына майдан алу үшін бензинді мына майдан алады организм. Уже тамақ жетіспейді ғой, не істейді, қайдан алады, барады да ол майдан алады. Оны түсінсек болды. Бізге не важно, салмақ қосу керек па, азу керек па? Например, үймен мысал келтірейін. Например, біз кірпіш қалай аламыз? Бізге не важно, 2 этаж ба, 3 этаж ба, 4 этаж ба қалау керек. Біз по-любому түбінде өз уақытында 2 этажында үй соғамыз, 3 этажында үй соғамыз. Себебі біз кірпіш қалай аламыз ғой. Бізде де осы білім бар. Қалай азу керек, қалай салмақ қосу керек. I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in that.